Bir жарым saat. Bassın koy videonu. Sayahat degan sanatoriya kim ekan? Biz. Bir детский o'tir ekensizlar bu sizlar. Bir adam. Men aldım alib o'tirman bolam. Aldım alib o'tirman. Siz aldım alib o'tirman deydi. Tamam. Hurmatli demoqchilar, mana ko'rdingizlar. Кезінде болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген мақала жарияланған. Сол мақалада әр туған жердің тасының өзінің тарихы бар деген. Сол мақалаға сәйкес, құрметті мақала оқыған болсаңыздар, сол жақта құрметті көпшілік Төлебай батырдың ескерткіші. Аш аумағын қорғаған батырлардың бірі. Ержан Серікбаев деген композитор шыққан құрметті демалушылар. Лондонның арысым деген өлеңі бар. Ән тыңдаған болсаңыздар, құрметті көпшілік. Одан кейін Шымкенттің салқын сырасы деген өлеңі бар ол кісінің. Естисіздер ме, құрметті демалушылар? Осы Арыс қаласынан шыққан. Көрдіңіздер ме? Қазір енді құрметті көпшілік сіздерге Арыс өзенін көрсетіп өтеміз. Барыс қаралы шамшы қалдық, осы Арыстың жанында тұрып, жағасында тұрып, ән шығарған екен. Сіздердің кездеріңізде хит болған ән, жастық шақты еске түсіріп, көріңіздер Арыс өзенін, сол әнге арқау болған құрметті демалушылар. Көріңіздер ме? Бүгін сіздің күніңіз, сондықтан да бақыттанып демалыңыз. Көріңіздер ме? Адамдарды үміт алдайды, алғашқы сүйіскен ұмытылмайды демекші құрметті көпшілік. Жастық шақты еске түсіріп, Арыс өзені көріп отырмыз, құрметті көпшілік. Міне Арыс, бұл жаққа қараңыз. Арыс ағып барады. Міне Арыс өзені. Көрдіңіздер ме? Иә, көрдім. Арыс өзені. Қандай керемет. Өтпелік тонымды отқа тастама дейді. Болмашы нәрсе өтпелік. Настроениеңіз түсірмеңіз. Тұрын настроениеңіздің түскені қалады, құрметті көпшілік. Керемет. Енді құрметті көпшілік, бір қарекеңіз. Оң жақта Тендра саябақ, Арыс қаласының тұрғындары, қонақтар келіп демалып, отырып осы жерде. Жаңағы керемет уақыт өткізеді мына. Оң жақта Тендра саябақ, оң жақта ең алғашқы пойыздар Арыс қаласында жүрген. Ал енді сол жақта құрметті көпшілік, Хазіреті Әбубәкір Әс-Сидиқ мешіті, оның қасында медресесі бар, оның қасында Құл Мұхаммед мейрамханасы бар. Міне қараңыздар, сәл қалды енді құдай қаласа. Бір қан жайылып тұрады. Егер менің аузымнан кім рахат деген сөз шығарса, соған ат басындай алтын берем депті. Сөйтіп